Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 7 сынып геометрия 17-8 есепті берілген оқып шығайын сіздерге. С түзуінің бойында асы қосылған СВ қашықтықтарының қосындысы ең кіші болатындай сын нүктесін көрсетіңдер деген 17-6 сурет. Сіздер кітаптарыңызды ашып қарасаңыздар анық көрсетілген, сол жерде берілгені бойынша мен осы жерге жазып кескіндеп қойдым. Енді келесі 17-9 есеп шығарайық. 17-9 есепте былай дейді: үшбұрыштың әрбір қабырғасы оның периметрінің жартысынан кіші болатын дәлелдеңдер деген. Яғни бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде біз бірінші үшбұрышты салайық. Үшбұрышты салайық. Мысалға осылай, А, В, С дейік. Бұл жерде периметр деп отқанымыз периметр тең үш қабырғасының қосындысына тең, Енді қараңыз. Бұл жерде бізге не деп айтты? Әрбір қабырғасы оның периметрінің жартысынан кіші болатын дәлелдеңдер деген. Яғни мына қабырғасы қалған екі қабырғадан кіші болатын дәлелдеңдер деген. Сонда А кіші В қосылған С-дан В кіші болу керек, А қосылған С-дан С кіші болу керек, В қосылған В қосылған А-дан, Енді ол үшін біз не істеуіміз керек? Мына А қабырғасын табу үшін бізге қараңыздар. А қабырғасын табу үшін В қосылған С. Яғни формуланы көріп тұрсыздар. Осы формулаға теңестіріп алу үшін бізде мына жақта теңсіздіктің мына бетіне бізге А жетпейді, А қабырғасы. Яғни теңсіздіктің екі бетінде теңестіріп аламыз. Мына жаққа А бердік, енді мына жаққа да Аны қосамыз. Сонда бізде 2А, мынау бізде периметрдің формуласы болып тұр, периметр деп қоймыз. А'n тең болады, сонда периметрді. Балалар, бұл біздің А қабырғасы үшін. Яғни біз дәлелдедік бір қабырғасын. Енді екінші қабырғасын дәлелдейміз. Ол үшін біз жаңағы А қабырғасын алдық, енді В қабырғасын алайық. В қабырғасы бізде ол А қосылған С болса, яғни қарасақ, периметрдің формуласына қарасақ, Асы бар, яғни В жоқ, Яғни біз теңсіздіктің екі бетінде теңестіріп аламыз. Сонда 2В, мына жақ периметрдің формуласы болады, В бөлінген периметрдің жартысына, Тура осылай енді біз С қабырғасын аламыз. С қабырғасы В қосылған А, теңсіздіктің екі бетін теңестіріп аламыз. Сонда біздің мына жаққа формуламызға С жеткізілсіз, мына жаққа С береміз. 2С периметр, С периметр 2. Сонда біз 17-9 есепте біз периметрдің кіші болатынын дәлелдедік, балалар. Енді келесі есеп 17-10 есеп. Бұл жерде не дейді? Үшбұрыштың медианасы оның жарты периметрінен кіші болатынын дәлелдеңдер дейді. Ал балалар, біз үшбұрышты салайық. Үшбұрышты салайық. А, В, С деп белгіге. Медиана дегеніміз, қалай түсін? Былай айтайын сіздерге. А бұрышынан медиана түскен кезде ол В мен С-ның ортасына түседі. Былай. Ал С бұрышында медиана түсетін болса, А мен В бұрышына түседі. А В бұрышынан медиана түсетін болса, А мен С бұрышының мына жерге түседі. Бізге тиімді болу үшін В-дан төмен қарай алайын, яғни мына жерде медиана деп алайық. Аны біз К нүктесі деп алайықшы. Енді қараңыздар, бұл жерде бұл ВК деп отқанымыз А мен В-ның қосылған, мен қазір сіздерге мына бұрышты аламын. Мына жерде А мен В-ның, А мен К-ның, Енді ВК, енді былай деп аламыз. Енді В мен С-ның қосылған К мен С-ның, Енді осы жерден теңсіздік шығарайық. 2ВК
мына жерде а в қосылған а к қосылған в с қосылған к с. Мына жерде а к мен к с бұлар мына бұрышты беріп тұр, көрдіңіздер ме? А с бұрыш не? Сонда ол былай деп жазайық. 2в к а в қосылған а с қосылған в с. Мына жерге жазып қойыншы. А к қосылған в с бұл екі бұрыш бізге а с бұрышын беріп тұр, иә балалар? Мен а с бұрышын мына жерге кеп жаздым. Сонда қарасаңыздар, бұл периметрдің формуласы естеріңізде бар ма? Периметр тең а қосылған в қосылған с. Тура осы формулаға келді. Яғни мынауымыз біздің қазір а в қосылған а с қосылған в с бұл периметрді беріп тұр. Сонда 2 в к периметр формуласына келіп тұр. Мына формуламыз, сонда периметр деп қысқа нұсқалайын мен сіздерге. Сонда в к, мына жерде қазір бұл көбейтіліп тұр ғой. Енді бұны дәлелдеу үшін бізге периметрді екіге бөлеміз. Сонда берілгені бойынша бізге осыны сұрап тұр балалар. Енді 17-те 11-ші есеп шығарайық. 17-те 11-ші есептің берілгені үшбұрыштың кез келген ішкі нүктесінен оның төбелеріне дейінгі қашықтықтардың қосындысы оның жарты периметрінен үлкен болатынын дәлелдеңдер депті. 17-те 11-ші есеп. Үшбұрыш салайық. Былай болсын. А, В, С деп алайық. Бұл жерде кез келген ішкі нүктесінен дейді. Сонда ішкі нүктесі деп мына жерде алайық. Яғни бұлай. Бұлай. Енді бұл жерден біз мына нүктені К нүктесі деп алайық, балалар. Сонда біз қазір периметрдің формуласын есімізге салайық. Тең бар а в қосылған с. Осы формуланы қолданатын боламыз, балалар. Енді осы жерден қазір біз мына бұрышты аламыз, сосын мына бұрышты, сосын мына бұрышты алатын боламыз. Енді жазайық. А в кіші ВК қосылған АК-ға. Енді ВС бұрышын аламыз. ВС бұрышы кіші ВК қосылған КС. Енді АС бұрышын аламыз. АС бұрышы кіші АК қосылған КС. Енді осы жерден біріктіріп алайық, Бұлай, мына жерді мен сіздерге тиімді болсын түсіріп жазайыншы қазір. А, В қосылған В, С қосылған АС. Бұл біздің қазіргі периметрді беріп тұр. Бұлай жазайын, периметр. А, В қосылған АС. Енді периметр кіші ВК қосылған АК қосылған, мыналардың бәрі қатарын жазып тұрамын. ВК қосылған КС, АК қосылған КС. Енді қарап тұрсаңыздар, ВК, мына жерде АК мен АК, мына жерде КС мен КС, яғни мынаны қысқа нұсқа мен сіздерге периметр деп ала берейін, енді түсінікті болған шығар. Енді ВК мен мына ВК-мыз сонда 2 ВК болады. Қосылған АК, АК-ны қосқанда 2 АК болады. Қосылған КС, 2 КС болады, балалар. Енді бұны біз қысқаша түрде алатын болсақ, 2-нің барлығының алдында 2 бар ғой. Енді 2-ні жақшаның сыртына шығарып жейік. ВК қосылған АК қосылған КС. Мына жердегі 2-ні қазір көбейтіліп тұр ғой. Енді бұл жерден біз теңдіктің мына бетіне ауыстыратын болсақ,
ол бөлініп кетеді. Сонда бізде ВК қосылған АК қосылған КС болады. Берілген бойынша бізден осыны сұрап тұр. Біз шығардық, балалар. Енді 17-те 12-ші есепті қарайық. Балалар, 17-те 12-нің берілгені үшбұрыштың медианасы оны шектейтін қабырғаларының жарты қосындысынан кіші болатынын дәлелдеңдер дейді. Так, шығарайық. 17-те 12 үшбұрыш салайын, е? Бұлай. Үшбұрыш бізде медиана дегеніміз қарсы жатқан бұрышты қақ бөледі. Яғни мына жерде былай түседі деп. Медиана міне мына жерде. Мына жер А, В бұрышы болсын. Мына жер С болсын. Сонда мына жеріміз К болсын. Қарсы жатқан бұрыш деп отқанымыз мына жерден тағы бұрыш саламыз. Яғни бұл жердегі балалар, сендер сызғышпен әдемілеп салыңдар, маған тиімдісі осы болып тұр, сіздерге түсіндіру мақсатында. Мына бұрыштар өзара тең, мыналар да өзара тең. Сонда мынау К болса, мынау К1 болады. Мынау В болса, мынау В1. А1 болсын, Мына бұрыштардың барлығы өзара тең, яғни вертикал бұрыштар. Балалар. Яғни бұл жерде медиана соны шектейтін қабырғаларының жарты қосындысынан кіші болатын дәлелденген. Яғни бізде медиана біз К деп белгіледік. Медиана А мен Б-ның қосындысынан кіші болатын болса, А қосылған Б, оны 2-ке бөлеміз, Сонда мына жерде біз теңестіріп алайық. В тең болсын В1-ге, А тең болады А1-ге, К тең болады К1-ге. Балалар. Ал балалар, қазір біз мына бұрыштың, мына бұрышын қарастырайық, мына жерді. Бұл жерде К және К1 деп отқанымызда біз 2К деп алсақ болады, балалар. 2К. Үшбұрыштар теңсіздігінің теоремасы бойынша, балалар, бір қабырғасынан қалған 2 қабырғасы қосындысынан кіші болады деген, Енді бұл жерде біздің теңсіздік мына бетін қарастырамыз дедік қой, жаңа үшбұрыштардың. Бұл жерде мына үшбұрыш қабырғасы қалған 2 бұрышының қосындысынан кіші. Сонда біздің мына біріміз В қосылған. Мына жерде А1 емес, жалпылама түрде А деп алсақ болады. А. Яғни мына жерде қазір көбейтілген түрінде тұр ғой, мына 2К көбейтіліп тұр ғой. Енді бізге мына формуланы шығару үшін К бөлінген В қосылған А-ны бөлеміз 2-ке. Яғни бұл жерде біз не істедік? 2-ке бөлдік, балалар. Сонда бізден осыны сұрап, балалар. Енді біз 17-те 13-ті шығарайық. Балалар, 17-те 13-ші есепті шығарайық. Бұл жерде бізде былай дейді: С түзу және оның бір жағында жатқан А және В нүктелері берілген. 17-те 7-ші сурет. С түзуінде А, С және СВ қашықтықтарының айырымы ең үлкен болатындай С нүктесін салыңдар дейді. Сонда балалар, сіздер кітаптарыңызды ашып, суретті қараңыздар, Сонымен қатар түзуді салған кезде міндетті түрде сызғыш пайдаланыңыздар. Маған өзіме ыңғайлы болу үшін ручканың көмегімен былай сызамын. Мынау С нүктесі. Мына жерде А нүктесі жатыр дейді. Мына жерде В нүктесі жатыр. Яғни бұл жерде берілген түсініп алыңыздар, Бірінші мынау А, С қабырғасынан С, В қабырғасы. Яғни мына мен мына жерден бұлай В қабырғасы С-ны бұлай жалғайсызсам да болады. Сонда егер мен осылай жалғайтын болсам, сонда А, С қабырғасынан мына жердегі СВ қабырғасы кіші болу керек. Мына жерді ортаны айтып тұру кісі. Берілгенде. Қараңыздар, мына жерге мен, например, С қабырғасын салдым, мына жерге салдым. То есть С қабырғасын салдым. Сонда түзу былай түседі,
Сонда асы қабырғасы 20 сантиметр болса, асы полностью 20 сантиметр болатын болса, сонда высы қабырғасы 5 сантиметр болса, яғни асы қабырғасынан высы қабырғасы кіші болу керек. Түсіндік пе, балалар? Қарапайым мысал ретінде, например, асы қабырғасы СВ қабырғасынан кіші болу керек. Тура осылай 17-те 14-ті шығарайық. 17-те 14-те берілген С түзуі және оның ар жағында жатқан А және В нүктелері берілген 17-те 8 сурет түзу. С түзуінде асы және СВ қашықтықтардың айырымы ең үлкен болатындай С нүктесін салыңдар деген. Енді бұл жерде былай, мына жерден С нүктесі түссін, яғни мына жерде А нүктесі жатсын, В нүктесі мына жақта келеспейтіне жатыр дейді. Сонда С нүктесін мына жерден деп алайық. Енді қараңыздар, мына жерден түзу былай түскен жағдайда, асы бұрышына қарағанда С бұрышы аз болу керек. Яғни, например, мына жеріңіз сіздің 30 сантиметр болса, мына жеріңіз 10 сантиметр болу керек деген сияқты ғой. Негіз түсіндіре алдым ба, балалар? Бұл жерде берілген бойынша СВ бұрышы ең кіші мән болу керек қой, асы бұрышына қарағанда. Балалар? Енді 17-те 15-ші есепті алайық. 17-де 15-ші есепте бізде не дейді? Берілгені оқып қарайық. Берілгені С түзуінде асы және СВ қашықтықтардың айырымы ең үлкен болатындай С нүктесін салыңдар деген. Балалар, кітапты ашып қарай қойыңдар, кескіндер, суреттер салынып көрсетілген А және Ә суреттері. Қарай қойыңыздар. Балалар, 17-те 15-ші есептің асын көрейік. Асы С түзу берілген. С түзуі мына жерде А нүктесі тұр, мына жерде В нүктесі. Енді асы нүктесінен СВ нүктесі кіші болу керек. Сонда мен мына жерге С-ны салсам, сонда былай кеп түседі. Сонда асы нүктесінен СВ нүктесі кіші болу керек, балалар? Осылай шығады. Енді Ә суретіне қарайық. Ә суретінде С түзуі былай түскен. А түзуі мына жерде жатыр. Балалар? А нүктесі, В нүктесі мына жерде тұр. Енді осы жерден С нүктесін салымыз керек, және ол СВ нүктелері, яғни ең кіші нүкте болу керек. Мынау былай, мына жерге қойын, С нүктесін міне. Сонда мін былай түседі. Сонда асы нүктесіне қарағанда СВ нүктесі кіші болады. 17-те 15-ші есеп осылай шықты. 17-те 16-ші есепті қарайық, балалар. 4 елді мекен А, В, С нүктелерінде орналасқан 17-те 10-шы сурет наубайханадан барлық 4 елді мекенге дейінгі қашықтықтардың қосындысы ең кіші болатындай наубайхананың қай орынға салу керек дейді. 17-те 16-шы есеп, балалар. Мына жерде Д нүктесі болсын. Мына жерде С, А, В. Енді қараңыздар, бұл жерде ең кіші болатындай наубайхананың қай орынға салу керек дейді. Кезде мына ортаға салсақ болады, балалар. К нүктесі деп мына. Балалар? Сізде линейка болған, сызғышпен әдемілеп салыңыздар, балалар, маған тиімді болу үшін. К нүктесі бұл. Бұл нүктесі ең кіші қашықтықта орналасқан
ең кіші қашықтықта орналасқан, иә.